Ассалаумағалейкум жүзім сүйер қауым. Бүгін жүзімдерге гүлденуден кейінгі маңызды қоректендіру жасап шықтым. Монофосфат калий. Бұл құрамында фосфор мен калий көп болатын, суда толық еритін тыңайтқыш. Жүзімге де басқа да дақылдарға өте пайдалы. Негізгі қызметтері гүлдену мен түйін байлауды күшейтеді, гүл түсіп кетуді азайтады, жеміс байлауына көмектеседі. Жемісті ірілендіреді, жүзімнің жидегі жақсы толып, қант жинауына көмектеседі. Тамырды дамытады, фосфор тамыр жүйесін күшейтеді, пісуін тездетеді, лозаның жақсы жетіліп, қыста төзімділігін арттырады. Монофосфат калий 10 литр суға біз 10 грамм қостық, мегафолдан 25 мл, аквамикстан 20 мл. Осының бәрін араластырып, кешкі салқында жапырақтан шашып шықтым. Бұл қоректендіру шақты жақсы ұсталуына, жидекті дұрыс байлануына, жапырақтың қуатты болуына көмектеседі. Кеше ғана мен осы Ридамил Голд, Кумулус, ДФ деген екі дәріменен обработка жасап шықтым. Миллиум, айдиум деген ауруларға қарсы. Жүзімге дер кезінде күтім жасасаң, ол да соған сай өнім береді. Өнімдеріңіз мол болсын. Жақсы күнде жолыққанша арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпай қағай.